Қайырлы кеш оқырмандар, сіздерге бүгін керемет дәмді, нәзік және биік болып шығатын медовый, яғни балды торт жасайтын боламын. Ең алдымен балға қант, май салып отқа қоямыз. Бұл жерде маңыздысы кастрөліміздің асты қалың болуы тиіс. Барлығын осы біркелкі болғанша араластырып, қайнатқанға дейін жеткіземіз, бірақ қайнатпаймыз. Енді қайнай бастаған сәтте ас содамызды салып, жылдам араластырып, отты өшіреміз. Міне осылай түрі аппақ болады. Отты өшірген соң бірнеше рет араластырып, басқа ыдысымызға құямыз. 5 минут суығанша араластыра күте тұрамыз. Енді жұмыртқаларды салып, венчик немесе қасықпен шайқай бастаймыз. Одан соң алдын ала илеуіштен өткен ұнды салып, қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, нәзік болады. Енді қамырды ұзынша етіп жайып, бірдей болатындай ортасынан кесіп, үшке бөлеміз. Сонда бізде 6 бөлік шығады. Одан соң әр бөлікті осылай дөңгелетіп, оқтаумен жая бастаймыз. Қалған бөліктері кеуіп кетпес үшін салафанға салып қою керек. Жайып болған соң осындай формамен дөңгелек жасаймыз. Менде диаметрі 20, шетін алып тастамаңыздар, кейін тортымыз піскенде үсті шетіне үгітуге керек болады. Және шаңышқымен піскенде көтеріліп кетпес үшін осындай тесіктер жасаймыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 4 минут пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін описанияда жазылып кеткен барлық затымызды қосып, миксермен қоюланғанша араластырамыз. Кейін арнайы пакетке ең бірінші насадка, кейін кремді саламыз. Әрине насадка маңызды емес, бірақ креміміз біркелкі шығу үшін қолданамыз. Осылай видеодағыдай әр коржға жағып шығамыз. Ең жоғарғы жағына жұқалап жақса болады. Енді ас пленкасымен орап, кемінде 6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тортты алар бұрын алдында қалған корждар шетін блендермен немесе оқтаумен үгітеміз. Енді тортымызды алып, ас пленкасынан шешіп, үсті шетіне осылай сеуіп шығамыз. Үстіне қалауыңша трафарет немесе осындай қағазға фигура жасап, қант ұнтағымен себуге болады. Тортымыз дайын болды, асыңыз дәмді болсын.